Физика түсінген адамға ең қызықты пәндердің бірі. Ал оны түсіну үшін не істеу керек? Бұл сұраққа мен қазір жауап беретін боламын. Әзірге видеоға лайк басып каналға жазыл, бұл бізге пайдалы контент түсіруге мотивация береді. Физиканы түсіну үшін мына кеңестерді пайдалан. Біріншіден, физика іш пыстырарлық ғылым деген ойды ысырып таста. Бұл ғылым өте ауқымды және кез келген адам өзіне қызықты тақырыпты міндетті түрде табады. Қоршаған ортаны түсіну физикадан басталады. Екіншіден, физика өзінің бастауын математикадан алатын естен шығарма. Сондықтан физиканы үйрену оңайырақ болу үшін бірінші математиканы түсініп алу керек. Үшіншіден, ең алдымен теорияны толық түсініп алған дұрыс. Теорияны түсінбей формуланы жаттай бергеннен ешқандай пайда жоқ. Тағы бір артықшылық, теорияны жақсы түсінген адам формуланы жаттаған кезде де оңайырақ болады. Төртіншіден, кітаптағы теориялар мен формулаларды түсіну қиын болуы мүмкін. Бұл жағдайда саған ғаламтордағы танымдық видеожазбалар көмектеседі. Бесіншіден, ғаламтордағы заттың бәріне сене бермей, арасында дұрыстығын тексеріп қоюға кеңес береміз. Себебі бұны физик маман жасап шықты деп ешкім кепілдік бере алмайды. Естеріңе саламыз, ұбт-да физика таңдап, қандай мамандыққа түсуге болатын жоо.kz қосымшасынан көруге болады. Видео пайдалы болса, достарыңа жібер. Келесі кездескенше.